Диндил студио арнасы ұсынады. Диндил студия арнасына тіркеліп, лайк басып, қолдай отырыңыздар. Үй жануарларына сұлбаларын табуға көмектесеміз. Балақай, мінекей біздің фермамыз. Ал бұлар фермамыздағы жануарлардың сұлбалары. Өте керемет. Қараңдаршы, фермамызға бір жануарды әкеле жатыр. тыңдашы. Сен білесің бе, бұл ненің дауысы екенін? Тамаша, дұрыс таптың балақай. Бұл түйе. Фермаға ораламыз. Енді суреттен түйеге орнын тауып берейік. Керемет, түйе. Жақсы, ара қарай ойынымызды жалғастырайық. Пойыздың дауысы шығады. Тағы да бір жануарды әкеле жатыр. Тыңдашы. Ненің дауысы деп ойлайсың? Әрине, бұл есек қой. Өте жақсы. Қане достар, есектің сұлбасын табамыз. Керемет, есек. Қайда екен біздің пойызымыз? Мұқият тыңдашы, қай жануар екен бұл? Тамаша, бұл әтеш қой. Фермаға ораламыз. Ойланып, әтештің сұлбасын табамыз. Әтеш, керемет, ары қарай ойнайық. Өте жақсы, тағы бір жануарды әкеле жатыр. Тыңдашы. Ойланып, бұл ненің дауыс екенін айтшы. Я, әрине, бұл жануар қоян ғой. Қандай керемет, кеттік фермаға. Қоянға сұлбасын табуға көмектесіп жіберейікші. Өте жақсы, қоян. Пойыз осы жолы қай жануарды алып келеді екен? Тыңдашы. Я, дұрыс таптың. Бұл шошқаның төлі Торай ғой. Бұл суретте Торайдың да сұлбасы бар. Ол міне, жақсы, Торай. Ойынымызды жалғастырайық. Қайда біздің пойызымыз? Міне ғой. Тыңдашы. Ненің дауысы екен? Тамаша, бұл үйрек. Өте жақсы. Ал енді үйрек сұлбасын табалар ма екен? Керемет, үйрек. Жақсы, біз осы ферманың жануарларының барлығын дауыстарын тыңдау арқылы тауып алдық. Егер де саған ұнаса, осы арнаға жазыл.